Сәлем достар, бүгін 5 минутта дайын болатын өте дәмді пицца дайындап үйренеміз. Ал кеттік, дайындауды бастайық. Бізге керек заттар: 2 жұмыртқа, начинкасына колбаса, соленые огурцы, помидор, бұрыш, сыр, тестаға қаймақ, майонез, кетчуп. Бізде тестаның бетіне жағамыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға 4 қасық қаймақты саламыз. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Одан кейін 4 қасық майонезді саламыз. Бәрін жақсылап әдемілеп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 9 қасық ұн саламыз. Табамызды алдын ала қатты пеште ысытып аламыз. Оның үстіне сұйық май қосамыз. Менің жағдайымда табама толық бір теста кетті. Оны әдемілеп, тегістеп, жұқа етіп шығамын. Жұқалап жағып болғаннан кейін үстіне томат жақсаңыздар да болады, кетчуп жақсаңыздар да болады. Жұқалап кетчупты жағып шығамыз да начинкасын біртіндеп қойып шығамыз. Начинкасын өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен өзімнің ұлымның ең жақсы көретін соленые огурцын, помидор салдым, түсті бұрыш салдым, тәтті бұрыштан, және де колбаса салдым. Бәрінің үстіне сырды сеуіп шықтым да табамның бетін жауып қойдым. 5 минут орташа отта пісіресіздер. Пиццамыз дайын болды. Иісі мұрынды жарады. Бұны тек дайындап пісіріп жеп көру керек. Бір пісірсеңіз қайта-қайта пісіретін боласыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте сочный, жұмсақ, дәл пиццерияда пісіретін пиццалар сияқты. Ас болсын. Пісіріп дайындап көрсеңіздер, комментарийде жазып кетуді ұмытпаңыздар.